Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Альмира. Бүгін осындай дәмді лаваш жасайтын боламыз. Үй жағдайында өте оңай әрі тез жасалады. Қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып кететін боламын. Алдымен таза ыдысымызға ыстық қайнап тұрған суды құйып, үстіне тұз және сұйық майды салып араластырамыз. Електен өткізілген ұнды біртіндеп шетінен салып отырып, жұмсақ тесто илейтін боламыз. Алғашында қасықпен, одан кейін қолымызбен илейміз. Дайын болған тестамызды салфанға салып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Тынған тестамызды алып, қажетті бөліктерге бөліп аламыз. Табаңыздың диаметрі үлкен болса, бізде лавашымыз 4 немесе 5 штук шығуы мүмкін. Менде табамның диаметрі 20 см болғандықтан мен 10 бөлікке бөлдім. Лавашымыздың тестасын барынша жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Табамызды алдын ала қатты қыздырып қоямыз, оның үстіне лавашты салып пісіріп алатын боламыз. Екі жақ бетін өте қатты қызартпаңыздар, осылай аздап қызарса жеткілікті. Осылай лавашымыз пісқаннан кейін бетіне кестімен суық су жағып, бетіне орамалды жауып қоямыз. Мінекей біздің үй жағдайында осындай жұмсақ лаваштарымыз дайын болды. Рецепт ұнаса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әрі қарай осы лаваштан түрлі дәмді заттар жасап бөлісетін боламын. Ас болсын!